Ожағым ғой, қақындырады, ерімді істеймін ғой. Жылайды ғой, жылайды. Юдаек. Жоламандар мынау, харам. Жылатамын ғой, қағыр, сүлтемін ғой. Айтарады, түсіреді. Көшпөш тұрды сол момент түсіріп аласың, е? Қысқа ғана. Мен арқасын алғанда ғана дегенде, алған жерін түсірме. Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Есімім Ерзат Сақабанов. Алда келе жатқан Найза 77 турнирінде өнер көрсететін боламын. Дайындығым жалпы қазіргі уақытта Сақ Про Team командасымен бірігіп өтуде. Алла қаласа дайындығым жаман емес. Жалпы әзірге ешқандай травмасыз, жалпы дайындық жақсы деңгейде өтіп жатыр. Я сегодня кошмарный был. Кошмарный. Күресіз соңғы бет. Ана, тұрманжан жібересің. Шаршатып тек сразу. Шаршатып таса да шанс жоқ қой. Сақ Про Team залында Дидар аға мен Дәулет ағаның залында 2 апталық оқу жаттығу жиынтығын өтіп жатырмыз. Құдай қаласа 27 сентябрь Өскемен қаласында дебют жасаймын. Келіңіздер, көріңіздер. Ерзат бір сөзбен айтқанда, негізі стойкасы да жақсы, ударлары ауыр, күресте де жақсы. В общем, слабый сторона пока осал тұсы жоқ деп айтуға болады. Ассалаумалейкум, құрметті достар. Менің есімім Гүмінарал болады. Алдағы Өскемен қаласында өтетін Найза 77 турнирында өнер көрсететін боламын. Дайындық өте ойдағыдай. Көп жұмыстар атқардық командамен бірге. Бұйырса ол кісі дастаройшын атады деп ойлаймын. Кітей өз қаламда біраз расслабон дейді ғой, біраз расслабон ұстап, салмағым жақсы болатын, бірақ салмақ бұл процесім дұрыс болмағандықтан біраз весовонка ауырлап кетті. Жанкүйерлердің қолдауын сезеймін. Осы жолы тіпті Семей қаласында шықпаған күннің өзінде ана жерде және видеомды көрсеткен кезде сол кезде енді қолдауымды, халқымның қолдауын сездім. Өте күткен екен, енді бұйырса осы Өскемен қаласында өз жерімде бұдан да жақсы жанкүйерлер болады деген ойдамын. Сондықтан жанкүйерлеріме рахмет. Ane көрме маған сабақ соқтың, маған шықпалақ. Артта кел. Немен ойнайды екен, ә? Көрдің ба? Аға де. Аға де. Істеп алдың ма? Мына бола ма? Мынау не мынау? Не мынау? Қызы ғой мына қыз. Ақтау қаласында дебют жасаған болатын Найзада. Мен ол шешіммен келіспеймін. Егер соперник 57 килограммға келсе, мен қайтадан реванш алуға дайынмын, және реванш алғым келіп жүр сол соперникпен. Қанжар ол жақтағыдай саған судьялар көмектесе алмайды, мен реванш алуға дайынмын, 57 килограммға келіссең. Поясқа деген үмітім зор. Пояс алу керек, алу міндетім. Өйткені Сардар деген жекпе-жек мектебім бар, өз келе жатқан шәкірттерім бар. Бірде бір себеп соларға бір нұсқаулық аға ретінде, соларға үлгі ретінде ол поясты алу менің парызым жалпы. Ассалаумағалейкум, Найза жанкүйерлері. Мен Жұмабеков Ағарыз, Сақ Про Team командасының мүшесі. Алда келе жатқан Өскемен қаласында Найза 77 турнирында өзімнің кезекті өнерімді көрсететін боламын. Дайындық қазір жақсы өтуде. Спарринг, боевой сбор болып жатыр Ағарыста. Қазір пик форма дейді ғой, соған шығуға жақын қалды. Дайындық керемет, Дәулет ағайдың қарамағында. Өзіміздің жақсы формамызда жақсы уровеньда барамыз бұйырса.
сақ против залында 2 уақыт дайындығы жақсы өтуде. Ағаңа рахмет. Бұйырса тек жеңіс күттіңіздер. Және 66 титульный гонкаға тоже бармын мен. Енді осы бойдан кейін бұйырса қазір бәрі жақсы болып жеңіп жатса, чемпиондық жекпе-жектерге уже бір табан жақындайды. Үміткер претендентский бой сұраймыз деген ойдамын. Әрине, мен өзімді 66 килограмм салмақта чемпиондық поясқа лайықты жауынгерлердің бірі деп санаймын. Және Найза лигасын айтарым, менің осы жекпе-жегімді қараңыздар. Қалай? Не моргайте? Бір тартылам. Вызып тастайтын оны қазір ағарыспен ақылдасып шешім қабылдаймыз. Негізі бірнеше есімдер бар қазір лигада. Тәжікстандық жауынгерлер бар, тағы да басқа жас өзімен қатар рекорды бар, өзіне жақын жауынгерлер бар. Солардың біреуіне міндетті түрде шақырту тастайтын боламыз. Бұйырса осы бойды ойдағыдай өткізіп алайын. Одан кейін мен өзімнің шақыртуларым бар. Және оны Найза 77-те көресіздер. Тек жеңу үшін бара жатырмын бұйырса. Рекорды бәрі жақсы. Достойный соперник. Бұйырса осы баланы ұрып алу керек. Найза лигасының поясы ол мен үшін өзімнің осы уақытқа дейін істеген еңбегімнің жемісі және жартысы болып көрінеді. Және сол үшін тынбай еңбек етіп жүрміз. Соперниктің жекпе-жектерін қарадық. Пакистандық спортшы көбінесе тік тұрып айқас өткізеді екен. Өзінің көбінесе сол жергілікті лигада төбелескен болу керек. Бұлай жаман емес, жақсы жауынгер. Мен ойымша жекпе-жек толық шығарылып созылады. Құрметті жанкүйерлер, сіздерді Найза 77-де Өскемен қаласында күтемін. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Және Семей қаласы, Өскемен қаласы сіздерден қолдау күтемін. Как перед боем разминка, такую разминку начинаем. Пока хорошо не спотеете, никто не начнет работать. Хорошую отработку, чтобы прям хорошо спотели. А здесь нельзя было включать. А здесь включать. Дайындығымыз жалпы жақсы. Соңғы бойдан кеткен қателерімізден жұмыс жасап жатырмыз. Формамыз өте жақсы. Құдайға шүкір, жақсы дайындалып жатырмыз, тыңғылықты дайындалып жатырмыз. Алдындағы бір-екі ақаулардан травмаларымыз болған, сонымен қазір жұмыс жасап, дайындығымызды толыққанды өтіп жатырмыз. Менің өзімнің основной спорт партнерларым Асу Алмабаев, Ермахан, тағы да басқа спарринг партнерлары тартып жатырмыз. Казбек очень дисциплинированный, очень такой ответственный спортсмен, который очень хорошо относится ответственно к своему тренировочному процессу. И его главная сильная сторона, то, что он всегда бывает в зале, всегда готовится. С спортивной точки зрения, если брать, то у него очень хороший бокс, хорошая скорость, не зря его называют флэш. Работа на челноке, думающий боец, не зря он трехкратный чемпион мира по рукопашному бою, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, поэтому к плюсам отнесу те стороны, которые я называл до этого. Бұл менің бірден-бір арманымның бірі, үлкен соған қазір Құдай енді бұйырып тұр, сондай маған мүмкіндік беріп тұр. Осы мүмкіндікті мен өзім жақсы қолданып, алдыға өз өнерімді көрсетіп, осы Қазақстан, былайша айтқанда, Найзаның тарихында, Қазақстанда демей қойын, Найзаның тарихында 2-бестегі бірдей чемпион атануым менің мақсатым және менің арманым деп айтсақ болады. Соперник оцениваю по пятибалльной шкале на все 5 баллов. Очень сильный, молодой, голодный боец, который проявил себя уже достаточно ярко, достаточно серьезно заявил о том, что он нацелен на пояс.
И у него очень сильная команда, очень сильные тренера, очень хорошие, достойные спарринг-партнеры. И за плечами тоже карьера любительская, хорошая по муай-тай. Поэтому соперник оцениваю, сейчас повторю, по пятидесятибалльной шкале на все 5. Приготовились, ребята! Для нас это очень большой вызов, большой интерес для всей нашей команды, так как еще не было такого прецедента в Найзе, чтобы два пояса завоевал один спортсмен. Поэтому для нас это очень большой вызов, очень большой такой шаг к цели. Мы хотим стать первыми двойными чемпионами нашей лиги Найза. Бұл бойға Еламан да жақсы дайындалады, мен де жақсы дайындаламын. Бірақ Еламанға айтарым сөзім бар, мен Еламан дайындығында жақсы өткізіп, ертесін бір-бірімізге ренжіп жүрмейік. Салмаққа келген кезінде салмағыңды жасап, тыңғылықты дайын кел. Ертесін салмақ жасай алмадым дегендей сондай әңгімелер болмасын. Және Жандарбекке және Нұрбекке айтарым бар, осы бойды менің ойымша бір адаммен страховать етіп қою керек сияқты. Өйткені бойға тірелген кезінде Еламан салмақ жасай алмай қалдым деп сондай моменттер болып қалмасын. Құдай сақтасын әрине, бірақ мен ойымша бұл бойды страховать етіп қою керек, потому что титульный бой ар жағымызда күтіп тұр бізді. Сол шақты ертесі күні 200-ді, Құдай сақта 200-ді емес, екі моменттік не болып қалмасын. Сол үшін бұл бойды страховать етсек деп ойлаймын.